Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Жақсы, тамаша, керемет. Жақсы, тамаша, керемет. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақтың шешуін тауып көрейікші. Ләззатта бар, жанатта жоқ, азатта бар, қанатта жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы С әріпі. Яғни біз бүгін С әріпімен танысатын боламыз. З дыбысы мен әрпі. Жанар, бұл ненің даусы деп ойлайсың? Бұл шыбын не қоңыз болар? Ол қандай дыбыс шығарып тұр деп ойлайсың? Ол ызыңдап зззз деп тұр. Мен таптым ғой деймін. Біз бүгін ззз дыбысымен танысамыз. Жәндіктер де бұл дыбысты тура біз сияқты ызылдап айтады. Әрине, зззз. Зззз. Апай, менің сіңілімнің есімі Зәуре. Зәуре. З дыбысынан басталатын басқа адам есімдері бар. Мысалы, Абай атаңның әжесінің есімі Зере. Зере. Енді З дыбысынан басталатын сөздерді тауып көрейікші. Мұндай сөздер көп емес. З дыбысы сөздің ортасында, соңында көбірек кездеседі. Мен қоңызды көріп тұрмын. Иә, бұл қоңыз. Оны зауза қоңыз деп атайды. Зауза қоңыз. Ал мынау кеме ғой. З дыбысы бұл сөзде мүлде жоқ. Дұрыс айтасың. Кемені тоқтату үшін ауыр темір зәкірді пайдаланады. Ол зәкір. Мынау қаз. Мынау зырылдауық. Апай, мәнерлеп сырғанаушы мұзда айналғанда тура зырылдауыққа ұқсайды. Зырылдауық. Мынау білезік. З дыбысы сөз ортасында тұр. Иә, бұл әшекей бұйым. Ол неден жасалады? Меніңше, ол алтын, күміс, темірлерден, тіпті пластмассадан да жасалады. Біз бүгін З дыбысымен таныстық. Мен Абай атамыздың әжесінің есімін білдім. Зере. Балалар, біз енді З дыбысымен танысып болсақ, З әріпінің жазылуымен танысып көрейік. З әріпінің бас әріпін жазып көрейік. Бас әріпі екі элементтен тұрады. Солдан оңға қарай бағытталған жарты құрсау және жарты құрсау. Кіш әріпін бірге жазып көрейік. Солдан оңға қарай бағытталған жарты құрсау, ұзын ілмекше. Балалар, енді дыбыстарды ажырата білеміз бе екен? Ойын ойнап көрейікші. Мен дыбыстарды айтамын. С дыбысын кездестіргенде қол шапалақтайтын боламыз. Жарай ма? Б, Ш, Ә, Е, П, З. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыс таптыңдар. Дыбыстарды ажырата білеміз екен. Балалар, біз осыған дейін біраз әріптермен таныстық. Енді берілген сөздерді оқып көрейікші. Із, өз, оз, аз, төз, жаз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа
басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ.